Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біліп жүр арнасында қиярды күнде жеудің 5 пайдасы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберу алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Қияр арзан көкөністердің бірі. Кез келген салаттың әрін келтіріп тамаққа қосуға болады. Құр жеуге де ыңғайлы. Мамандардың айтуынша, қиярды күнделікті рационға қосқан адамның ағзасы қатерлі ісіктен аман болатын көрінеді. Ендеше мамандардың айтып жүрген кеңестерінен қиярды күнде жеудің 5 пайдасына тоқталайық. Біріншіден, ағзаға ылғал береді. Адам ағзасына судың аса қажет екенін айтпасақ та түсінікті. Әсіресе күн ыстық күндері ағза қатты шөліркелейді. Ал қиярдың өзі 98% судан тұрады. Судың орнына қиярды жеп, ағзаға ылғалды еркін толтыруға болады. Оның үстіне қиярдағы микроэлементтер тері мен бет-әлпетке ылғал және нәр беріп тұрады. Екіншіден, қияр қатерлі ісіктің алдын алады. Қиярдың құрамындағы лигнан мен полифенол сынды заттар қатерлі ісіктің өсіп шығуына кедергі келтіретін антиоксиданттар қасиеті бар заттар. Әсіресе әйел адамдарда болатын қатерлі ісіктердің бетін қайтарып отырады. Үшіншіден, сүйекті берік етеді. Қиярда К дәрумені мол. Бұл витамин кальцийдің ағзаға сіңуіне көмектеседі. Содан сүйек берік болмақ. Сыну, шытынау, остеопороздан аман болады. К дәруменінің тағы бір жақсы қасиеті қарт адамдардың миына жағымды әсер етеді. Мидың белсенді болуына көмектесіп отырады. Төртіншіден, ағзаны тазалайды. Қияр ішекті тазалап, жұмысын жақсартуға көмектеседі. Қиярдың құрамындағы эрепсин ферменті ақуызды қорытуға септігін тигізеді. Әсіресе етті қорытуға пайдалы деген сөз. Күнделікті тағамнан кейін қияр жеуді әдетке айналдырсаңыз, ағзаңызға көбірек пайдалы болады. Бесіншіден, қияр күйзелісті жоқ қылады. Қияр В тобындағы витаминдердің нағыз қоры. Бұл витамин адамның неврологиялық денсаулығына пайдалы. Психиканың дұрысталып, ой белсенділігін жақсартады. Қиярдан жасалатын маска түрлері. Қияр адам денсаулығына ғана емес, бет терісі үшін де пайдасы мол көкөніс. Құрамында теріге қажетті әрі пайдалы дәрумендер, кальций, темір, фосфор болғандықтан әжіммен күресте тез әрі жақсы нәтиже береді. Сонымен қатар беттегі дақ пен безеуден ағарылтады. Қиярдан жасалатын маска түрлерін өзіңіз үйде әзірлеп көріңіз. Майлы теріге арналған маска. Орташа бір қияр мен алманы үккіштен өткізіп, дайын қоспаны бетте 30 минут ұстайды. Мұны аптасына 2 рет жасаса, тері өңі жақсарады. Дақты кетіруге арналған маска. Үккіштен өткізілген қиярды лимон шырынымен араластырады. 15 минуттан соң жылы сумен бетті шаяды. Маскадан соң бетке нәрлендіретін крем жағуды ұмытпаңыз. Қияр мен лимон шырынына дәкені малып, оны бетте ұстауға да болады. Бұл тәсіл бетті ағартып қана қоймайды, теріні керемет сергітіп отырады. Құрғақ теріге арналған маска. Қиярды үккіштен өткізіп, ботқа дайындайды. Оны бір ас қасық қаймақпен араластырып, бетте 15 минут ұстайды да жылы сумен жуып тастайды. Аптасына 2 рет қайталап тұрсаңыз болады. Әжімнен қорғайтын маска. Қияр мен картопты үккіштен өткізіп араластырады. 15 минуттан соң масканы салқын сумен жуып тастайды. Сонымен қатар қиярды мұздатқышқа қатырып, содан соң жылытады. Дөңгелек етіп кесіп, оны бетке қояды. Бұл әжімнен күресуге арналған пайдалы тәсілдердің бірі. Қияр қабығынан жасалатын маска. Қиярды жақсылап тазалап жуады. Қабығын кесіп, бетке жабыстырады. Сыртынан дымқыл дәке жабады. Қабықты 2-5 см алшақ орналастырады. Бірақ біраз уақытқа дейін бетті жумайды. Себебі көкөніс құрамындағы пайдалы заттар бет терісіне жақсылап сіңгені дұрыс. Қияр шырынынан лосьон дайындауға да болады. Қиярды үккіштен өткізіп, шырынын сығып алады да, сонымен бірдей мөлшерде спиртпен араластырады. Тұнбаны 3-4 сағат тұрған соң ғана пайдалануға болады. Бұл лосьон әсіресе майлы бетті тазартуға жақсы әсері бар. Қиярға сүт қосып дайындалатын тазалағыш қоспа.
стақанның жартысына дейін сүт құйып өте жұқа етіп кесілген қиярды салады. Бірнеше сағаттан соң мұнымен бетті сүртуге болады. Құрғақ бетке арналған бұл тазалағышпен бетті күніне 2-3 рет сүртеді. Қоспаны 2-3 тәуліктен артық тоңазытқышта сақтауға болмайды. Егер де менің ақпараттарым сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Және де каналымдағы басқа да пайдалы ақпараттарды қарауға кеңес беремін.